Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің биология сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыпқа шықпастан бұрын экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Экранда не көріп тұрсыздар, не байқадыңыздар? Қараңыздар. Жақсы, экранда бізде жапырақтың құрылысы берілген. Яғни жапырақтың құрылысының ішіндегі жасыл пигменттерге назар аударайық. Дұрыс айтасыздар, бұл бізде хлоропласттар, яғни хлорофилл пигменттері. Жақсы, олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы хлоропласттың құрылымдық компоненттері және олардың қызметтері деп аталады. Оқу мақсатына келетін болсақ, хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасында өзара байланысты орнату. Бүгінгі күнге дейін бізге белгілі, біз биология сабағында осы хлоропластты 6-шы сыныптан бастап өтіп келе жатырмыз, яғни фотосинтез процесі, хлоропласт, пластиттер туралы. Яғни соның ішінде бүгінгі күнге дейін белгілісі хлоропласт өсімдік жасушаларының жасыл пластиттер деген атаумен белгілі органеллалардың түрі. Яғни хлоропластта фотосинтез процесі үшін жарық энергиясын қабылдайтын хлорофилл деп аталатын пигмент болады. Хлоропласттың қызметіне келетін болсақ, суретке назар аударып, өздеріңізге сызып алуларыңызға болады. Бұл бізде берілген хлоропласттың қызметі. Яғни құрылысы, яғни хлоропласттың қабырғасы сыртқы және ішкі екі мембранадан тұрады. Олардың арасында мембраналық кеңістік болады. Яғни хлоропласттың ішінде ішкі мембранадан бау секілді шығатын күрделі телокоидты құрылым түзіледі. Хлоропласттың гель тәрізді толтырып тұрған заты строма деп аталады. Қызметіне келетін болса, қызметі бұның сіздерге қысқаша 3 қызметін жазып көрсетіп қойдым осы жерге. Жарық энергиясы ұстап, оны энергия көрсету, оны өзгерту, граналар түзетін мембраналардың құрамында жасыл бояу хлорофилл кіреді. Осы жерде фотосинтездің жарық реакциялары хлорофилл арқылы жарық сәулелерін жұтып, жарық энергиясын қозған электрондар энергиясына айналдыру жүреді. Екінші қызметіне келетін болсақ, хлоропласттар жасуша бойымен қозғалуға қабілетті. Егер жарық әлсіз болса, олар жасушаның жарыққа қараған қабырғасының астында орналасады. Үшінші қызметіне келетін болсақ, көмір қышқыл газын пайдалану немесе көмір қышқылын бекітілуі, яғни оның көміртекті органикалық қосылыстар құрамына енуі. Енді тапсырмаларға келетін болсақ, бұл бізде берілген хлоропласттың құрылысы. Жаңағы алдындағы айтып кеткен құрылысы бойынша сіздерге мұнда хлоропласттың құрылысын атауын анықтап шығуымыз керек. Яғни бұл жерде 7-ге дейін берілген нөмірленген құрылысын анықтап дәптерлеріңізге жазасыздар. Яғни бұнда әр құрылысын анықтауымыз керек. Жақсы, екінші тапсырмаға келетін болсақ, кестені сызып толтырамыз. Бұл жерде хлоропласттың құрылысы берілген. Бұл құрылысына атқаратын қызметін сіздер жазып шығасыздар. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ, фотосинтез реакциясының реттілігін анықтап және қайда жүретінін көрсетеміз. Бұл жерде бізге 4 реакция берілген. Бұнда біз сіздер сәйкестендіресіздер, яғни 1-ге В келе ма, 2-ге мысалы А келу мүмкін, сол арқылы сіздер сәйкестендіресіздер. Сабақтың қорытындылай келе, сіздер сабақтан не түсіндіңіздер, соны активатор арқылы өздеріңіз бағалап шығасыздар. Егер де не білдіңіздер, 3 нәрсені білдім, 2 нәрсені түсіндім, 1 нәрсені қолдануға дайынмын.
жақсы сабақты түсінсеңіздер, келесі кездескенше сау болыңыздар.